Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен бірге арнада Базила. Бүгін біз 20 минутта оңай және тез шелпек пісіріп алатын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көріңіз. Егер видео ұнаса, туыстарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ең алдымен соданы сөндіріп аламыз. Ол үшін 1 шай қасық сүт немесе суға 1 шай қасық соданы қосып еземіз. Оның үстінен жарты шай қасық уксус қосып көпіртеміз. Міне осындай содамен қамыр илейтін болсақ, соданың дәмі білінбейді және қамыр көтеріліп пісетін болады. Енді бөлме температурасындағы сүтке шекер, тұз, содамызды салып, қолмен езілгенше кішкене араластырып жібереміз. Ұнды қолданар алдында міндетті түрде електен өткізіп алыңыз. Сонда ұнның сапасы жақсаратын болады. Енді сүтке ұнды қосып, жұмсақ етіп қамыр илеп аламыз. Қамырдың июі қану үшін 5 минутқа бетін жауып қоямыз. Енді қамырды майда бөліктерге бөліп, зуала жасаймыз. Менде 11 зуала шықты. Қамырымыз жұмсақ болып иленгендіктен ұрпақ себелей отырып жаямыз. Ыдысқа күнбағыс немесе мақта майын құйып тұшытып аламыз. Енді осы қатты отта қызып тұрған майға шелпегімізді салып, екі бетін аудара отырып пісіріп аламыз. Мінекей өздеріңіз видеода көріп отырғандай шелпегіміз көтеріліп пісіп жатыр. Мінекей біздің шелпегіміз де дайын болды. Сіздерге де міндетті түрде дайындап көруге кеңес беремін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Егер де рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып қоңыраушаны белгілеуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта жаңа рецептермен бөлісетін боламын.